Сәлем достарики, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева, и бүгін Қазақ ТВ каналында мен ендігі махаббат қарым-қатынас тақырыптарына жаңа арналған ақпаратпен, яғни бастапқы махаббат жолдарымызда байқауға арзитын red flags-тар туралы, сол интернеттегі қызғын болып келетін қызыл жаулалар темасымен бөлісейін деппін. Себебі шынымен айталық, 1-2 апталық онлайн сөйлесу арқылы айтылған әңгімелермен тағы да ішіңізде пайда болған сұрақтар, шынайы сіздің бір қандайдыр эмоционалды тұйыққа қоятын болса, әрине өзіңіздің ішіңіздегі дауысқа құлақ салған дұрыс. Өз ішіңіздегі сезімдеріңізді игнор жасау әрекеті келешектегі мүмкін физикалы, эмоционалды қор болу нәтижесіне әкелуі мүмкін. И бұл жердегі ақпарат әрине тек қана қыздар мен әйелдерге ғана емес, тағы да ондай қызыл жауларлар жігіттердің ақпаратында да пайда болады деген ойдамын. Ал солай болмаса, бастады. Онлайн танысу кезеңінде өзі туралы өтірік соғуы. Яғни, шынымен қазіргі заманда қандай қатынаста кем дегенде WhatsApp-пен басталып, суретіне қойған ескі фотосымен, фотошопталған бір қандайдыр әдемілігімен, жай негізі мен бойым ұзын деп өтірік соғу. Қарай, жалпы жұмыс орны туралы да өтірік айтуы. Бір қарағанда шынымен мән беруге арзымайтын бір кішкентай жалған болса да, ондай майда шүйделер әлбетте одан да үлкен өтіріктер айтуға айналатын әдетке айналады. Сондықтан айталық, бірінші өтірік айтылған жағдайда сіз әдемілеп, жұмсарақ, мүмкін әзіл вариантында мен соқыр емеспін ғой деп сол өтірікті бетіне қарай айтатын болсаңыз, жалпы сол өтіріктің қайталанбауына шақырым берген боласыз. Ал мән бермеген, өзін жоғары ұстаушы адам ретінде өзіңіз ұстайтын болсаңыз, әлбетте сол өтіріктер тізімі үлкейіп, мүмкін тіпті сіздің атыңызға кредит алушы жағдайға да түсіп қалуыңыз мүмкін. Өстіңізден мазақ қылушы әдеті, яғни сол ойнап. Яғни, бұл жерде ондай адам мүмкін басынан бастап сөйлеу манеріңізбен, киіну стиліңізді мазақ қылушы әрекеті жай ғана сасығаннан айтқан әңгіме ғой деп айтудың орнына, оның ілдізі шынымен психологиямен, яғни өзінен сенімсіздігімен байланысты екендігін ұмытпаған дұрыс. Яғни ол адам сыртылай әдемі болса да, немесе өте ақылды болып көрінсе де өзіңізге, бір қарағанда сізден бір қандайдыр өзінен жоғары көргендігі себебі сол эмоционалды деңгейді сізді өзінің төмен дәрежесіне түсіру арқылы өзін жақсы сезіну үшін сізді мазақ қылушы болады. Яғни шынымен өзіне қатты сенімсіз адамдар өзінен жоғары адамдармен кездескенде болмайтын бір майда шүйде болса да, соны әйтеуір байқап, оны кем дегенде әзіл қылып, өз бейшаралық дәрежесіне түсіруге ұмтылады. Дегенмен, ондай әрекет мүмкін қатынастағы ең қауіпті қызыл жаулау болмаса да, ондайды ертерек тоқтатқан дұрыс. Әрине, сіздің сұрағыңызға, яғни сенің бастапқы мақсатың менің кемшілігімді айтқанда не бар еді? Немесе башқашылау бір қазақша дұрыс сұрақ қойылғанда, сен не сонда әзілді түсінбейсің бе не? Деп айтушы болса, ондай жағдайда шынымен қашқан дұрыс. Себебі шынымен ондай адамның жолы психологпен, психотерапевтпен өз сенімсіздігін түсіну, тағы да соны түзету жолында. Сізбен немесе басқа адамдармен махаббат құрып, өзін сенімсіздігін көтеру жағдайында соларды кемсіту мағынасында емес. Әрдайым ол адамнан өзін қарым-қатынаста маңызды орынға қою әдеті. Яғни, ең оңаймен бастапқыда неге бүгін сен менімен хабарласпадың? Неге бірге кешке шығудың орнына сен дейтін қыздарымен немесе жігіттерімен кетіп қалдың? Маған айтпай. Неге ендігі кезде мені жиі ұмытып кетіп жатсың? И тағы да ең улы сұрақ, яғни сен мені сүймейсің бе? Сен мені ұнатпайсың ба? Дегендер әрине өзі маңыздылығын жоғарыға қою, тағы да сізді кінә сезіммен өміріңіздегі байқауға арзитын жалғыз ғана маңызды адам рөліне түсу ойыны
қатынаста байқауға арзитын ең қауіпті red flag болатын шығар. Яғни бұл жердегі жеке менің ойым, менің әлі күйеуім болмай тұрып, сен не үшін менің өміріммен басқарғың келіп жатыр? Себебі шынымен ары қарай күйеуім болған дәрежедеші деген сұрақтар әрине оның нарцисс, эгоист, одан да жоғары контроль жасаушы, отандық тиран болуының индикаторы болады. Сондықтан бастапқыда ашықша. Біз тек қана қыз бен жігітпіз, өтініш жеке өміріме басшы болмай қой деген өтініштер оның сізді құрмет қылу дәрежесін жарқыратады. Көнетін болса, қателігін түзетіп, мүмкін жақсы шығар. Ал көнбесе, әрине келешекте одан да туысқандарыңыздан, достарыңыздан мүмкін ешқандай далаға шығармайтын тиран болып келуінің индикаторы. Себебі шынымен бақытты вариантта әрқандай адам басқа адамның комфорты шекараларын құрмет қылып, жеке өміріне әсер ете басында араласпаушы болады. Бұрынғы қатынастарындағы жігіт немесе қызын ақымақ, жынды деп айыптауы. Әрине, бірінші болып ол адамның тәрбие алған дәрежесімен байланысты. Ары қарай сізбен де қатынастарын бұзғанда, келешекте сізді де сол жаңа қызына немесе жігітіне айтуға арзымды тағы бір жынды, ақымақ әңгімесіне қосатын болады. Басқа жағынан ондай әдет ол адамның жауапкершілік ала алмайтынын көрсетуші. Себебі шапалақ екі қолмен пайда болмай ма деген заңға сәйкес, ешқашан пайда болған мәселеде өзін кінәсін мойындамайтын адам әрдайым басқаларды өмірде қаласаңыз, құдайды, әке-шешесін айыптаушы орында болады. Ал ары қарай ең қызығы, ондай адамдар тағы да өзінен төмен болушы, қызмет етуші айталық официанттар, баристер, яғни өзінің қандайда бір жұмысы себебі қызмет қылуға мәжбүр болған адамдарға да дөрекі, қопал жасайтын адам ертең сізбен қатынасы түгелденгенде, яғни ешқандай бір сіздің маңыздылығыңыз қалмағанда, дәл сондай суықтығын сізге де көрсетуші болады. Әлбетте, сау, шынымен өзіне сенімді адам ешқашан басқаларды кемсіту арқылы өз маңыздылығын көрсетпейтіндігін түсінген дұрыс. Жалпы, өмір бойы ешкімді ашықша айыптамай, өз өміріне өзі жауапты болу керек емес пе? Ол адамның достары аз, немесе мүлдем жоқ болуы. Тағы бір уайымдануға болатын red flag дегенмен, қазіргі заманда талай адамдар бір өзі болуға шешім қабылдап, жалпы орнына спорт, немесе психология, тіл үйрену, жеке бизнес ашу сияқты армандарында әрекеттер жасап жатқан адамдар көп болса да, жалпы ары қарай интроверт, өсек айтпайтын, жалпы оның барлығы де бір өзі болуына себепші болып, басқа жағынан шынымен ешкіммен дос бола алмайтын, немесе өзі ешкімді менсінбейтін суық мінезді адамдар әрине уақыт келіп өзіңізге де дәл сондай салқындығын ең қопал манерде көрсетуші болатындығын ұмытпаған дұрыс. Ары қарай айтайлық тек онлайн достары бар, тек айтайлық өзінен жоғары адамдармен араласушы, тек қана шетелдіктермен дос болушы адам басқа елге қызығу дәрежесімен сізге басқаша көрінуі мүмкін. Яғни, мысалы өзіңіздің патриоттық дәрежеңізді қолдамайтын, немесе сәл дәстүрлерді менсінбейтін, барлығы туры бір бөтен секілді өзін жоғары ұстаушы адам, онда әрине сізді де өзіне ұқсатып, манипуляция жасау арқылы. Ал қолынан келмесе, менің дәрежемге тартпас екенсің деп лақтыратын адамға айналады. Сондықтан орыстардың муж и жена одна сатана деген сөзіне қарай, тек қана шынымен максималды бір-біріне ұқсас адамдар ғана бақытты қатынастарды құруға икемді болады. Сол себебі өзіңізде шынымен жалғыз болатын адам болсаңыз, мейлі келешекте икемділік дәрежеңіз себебі сол досы жоқ адамдармен де жақсы қарым-қатынас түзуіңізге болады. Сіздің достарыңыз ол адамды ұнатқызбайды. Себебі түбінде махаббат емес, дос қарым-қатынастары өте қиын орнатылуға арзитын бір
қатынас болғандықтан әлбетте өзіңізді түсінетін, қызығушылықтарыңызбен бөлісетін, шынайы жағын дос адамды табу қиын болғаны себебі әрине сондай жандар сіздің жаны махаббатыңызға аламмен баға бергенде ондайға мән беру керек деп ойлаймын. Себебі ондай жандар сізбен балалық шағыңыздан бастап бірге өскен, өзіңіздің табиғатыңызды жалпы жарқыратушы, бөлісуші болғандықтан әрине күдікті адамды байқағанда олар өздері сол негативті нүкте дәрежелерімен сізбен бөлісіп келеді. Себебі олар дейтін махаббат эмоцияларынан тәуелсіз эксперттері ретінде ашықша баға беруге күшіне ие болады. Әлбетте осындай бір дәрежеде сен мені түсінбейсің, көре алмайсың деген әңгімелер шынымен махаббат гормоны сезімі, сіз дейтін соқыр махаббат жолына түсесіз. Яғни тіпті табиғаттың өзі де екі таныс адамды қосу ниетінде ішіміздегі сол қосылуға итермелейтін гормондарды қосып, сол соқыр махаббатты пайда болу себебі ары қарай сіз дейтін сол адамның бар кемшіліктерін көре алмауыңызға, сонымен романтикалық қатынастарда болып бірге болуыңызға қандайдыр бір итермелеп келеді. Сондықтан ондай күрделі қарым-қатынастарда жалпы сіздің достарыңыз кеңесі сізге жақсы көмекші болады. Ал айталық ең одан да қауіпті дәрежені көз алдымызға елестетін болсақ, бұл жерде сіздің ғашығыңыз өзі ашықша достарыңызды жамандап, өзіне қаратам десе, онда шынымен қашып кеткен дұрыс болатын шығар. Мені қызғанып жатыр, сүйіп келіп жатыр ғой деп қуанудың орнына біреудің контроліне түсуден қорыққан дұрыс. Басыңызды айналдырғанша, яғни бірінші болып хабарласып, әрдайым көңіліңізді алып, бұрын шынымен көрмеген идеалды адамның образын түзіп, ары қарай сізден бір жылулықты сезінген уақытта жылдам жұлдыз орнына шығып, яғни ал енді менің арқамнан жүгірсін деген психология туралы. Яғни бұл жерде эмоционалды жетілмеген, қаласаңыз нарцисс, эгоист жандар өзін құндылығын сезіну мұқтаждығында, өзінен жоғары келетін адамдардың басын айналдыру арқылы ары қарай ұнау белгілерін сізден алған жағдайда өзін суық адам ретінде ұстаушы болады. Яғни сіздің назар беріп атқан дәрежеңізден рақат қылушы. Тура бір қарая осындай бір керемет қыз немесе керемет бала менің арқамнан жүгіріп жатыр өзінен өзі деген сияқты. Жалпы өзі бастаған еді ғой, мен арқамнан жүгіріп звондап, қайта-қайта шық деп айтатын болсаңыз, бұл жерде шынымен ондай адамдарда логика, патология мүлдем басқаша жұмыс атқаратындығын түсінген дұрыс. Сондықтан әрқандайда сау әдемі қатынастарда 50-ге 50, қаласаңыз 70-ге 30%-інде екі адам бір-бірімен кездесіп, бір-бірімен хабарласып, жақсы қарым-қатынастарда болу керек. Немесе шынымен біреудің сезімдерімен ойнамай, басынан сол адам ұнамады ма, план Б, план С қылып ұстап отырудың орнына, әсіресе қыздар, жалпы сен маған ұнамайсың, кел дос болып қалайық, или немесе уақытымды кетірмей қой деп дұрыс айтқан дұрыс болатын шығар. Алайда сіз соның бәріне көніп, сол адаммен қалатын болсаңыз, сіз дейтін келешекте пассивті партнер адаммен өмір сүруші. Яғни ештеңкеге қызықпайтын, барлық жауапкершілікті сіздің мойныңызға аударатын, ақырында болса, сен мен таңдаған едің деп азаннан кешке дейін сізді айыптаушы орында болмай ма? Әлбетте, видеоролик ақырында осындай бір ақпарат сіздерге ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды да ұмытпаңыз. Әлбетте, өзіңіздің ред флагтар тізіміңізбен комментарий бөлігінде бөлісіп келуіңізді шақырамын. А дәл қазір болмаса, пока-пока, ариведерчи.